Бәріңізге ассалаумағалейкум. Қапшағай қаласына ресми түрде Дінмұхамед Қонаевтың есімі берілді. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы облысының Қапшағай қаласын Қонаев қаласы деп қайта атау туралы құжатқа қол қойды. Қазақстан Республикасының әкімшілік аумақтық құрылысы туралы Қазақстан Республикасы заңының 9 бабына сәйкес қаулы етемін. Алматы облысының Қапшағай қаласы Қонаев қаласы деп қайта аталсын делінген құжат мәтінінде. Жарлық алғашқы ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне баланың құқықтарын қорғау, білім беру, ақпарат және ақпараттандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы және Қазақстан Республикасының үкіметі мен Түркі академиясы арасындағы Түркі академиясын орналастырудың шарттары мен тәртібі туралы келісімді ратификациялау туралы заңдар бар. Қапшағай қаласын Қонаев есімі берілгені сіздің көңіліңізден шықты ма? Төменде жаза кетіңіздер. Өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз.